Хей достар, барына сәлем, сенен бүгіннен Бексұлан Серім және мен Мазай Пернебай. Достар, бүгін біздің каналда керемет видео шыған деп тұр. Яғни бүгін біз 1000 теңгеге қоя. 1000 теңгеге кім көп зат сатып алады, я. Сол, короче, 5000 теңге атып алады. Нормально 5000 теңге. Аз қой, 10000 теңге қысай. 5000 нормально. 10000 қысай. Бафты 10 же. Или битик давай, короче. Отылып қалсаң, сенің жинаған товарың бар, мен сен. Давай, сөйтейік онда, достар. Көрейік. Мен айырылған түсіндіңіздер, достар. Ал сіздер экраннан жайғасылаңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Айтпақ достар, видеоға ақшан қайдан тауып отыр десеңіздер, бүгінгі видеоның спонсоры Бірқыбет. Бекітілген комментарияда сілтемесі болады, соған тіркеліп Бекс промокодын жазып кетсеңіздер, сіздерге бонус келеді. Так, достар, біз қазір малдың алдына келдік. Мадияр ағамен. Қанша минут уақыт бөледі дедің? 7 минут уақыт беріледі. 7 минут таймерді аша берсек, примерно. Іште қосамыз ба? Іште қосамыз ғой. Ішке кіріп алайық. Шодан бір тележкада алып аламыз ба не? Как раз 2 тележка тұр екен деді. Базар жоқ, Мадияр аға біреу, маған біреу. Так, достар, біз малдыңға кірдік. Мінекей қазақтың киелі санын 7 минут таймерге қойдық. Кетіп па? Кетіп па? Қос кестік, короче. Ұшамыз. Все, давай. Ұшамыз, достар, ұшамыз, асығамыз. Так, достар, кіребекшеде андай школьный заттар бар екен, ручка, пручка. Бай, дос, бізден кездер ручкалар дейтін, бір 50 теңге, 30 теңге тұрып жүр. Қазір 150-200 теңгеден кеміміз жоқ. Так, достар, біз асықпаймыз, отуымызға сенімге жеттеріміз. Бізде 6,5 минут уақыт қалды, уже жарты минут бітті. Достар, бізге асу керек, уже 1 минут өтіп кете жазады. Мен мына жақта такс қандай не бар екен. Жайт ұзақ тынама қойып, 60 теңгелік қандай мак шоколадты біреу. Міне 60 теңге дейді. Осы шығар, 60 теңгеге бір мак шоколад алайық. Так, достар, жалпы видеоға келетін болсақ, біз енді бүгін өте қысқа әрі ақша суммасы төмен отыр. Сол себептен біз мынандай майда жүдеден алуымыз керек қой. 95 теңгеге, 65 теңгеге мынандай бір кофе. 65-ке біреу. Жоғы, бұяқта 60 теңгеге бірдеңе тұрған сияқты. Чоты қайсысы мынау? Мынау ғой мен 60 теңгеге. Сосын оны неға салмау керек? Қалтаға салып аласылайық. Кассағыңыз ұмыт кетпейді. Неге сасаңға түсіп қалады деген әлі. Алдында бір-екі сондай болған менде. Так, достар, мына жақтан мысалы не аламын мен? Жайт мынандай бір арзан бір кәмпит санай салайын. 95 дейді номері. Мына жерге біреуін қоямыз. Кәмпиты 95. Жетақ теңге, достар, міне жетақ теңге. Өзім бұрыннан бері тактикам сіздер білесіздер. Такс бізде қанша уақыт қалып, соны тез көріп жүрейік. Такс. Бізге шарт, короче, 5,5 минут қапты. Бізде шарт 1000 теңгеден аспау керек, и кімде көбірек зат болады, сондай керек. Шоколадтардың отделіне келіп, мына не бар екен бізде? 700. Ойбай, мынаның бағасы 4180 теңгеге бірдеңе көрдім ше, бірақ бұл енді бізде қалай енді былай алуға стоит па? Ала саламыз ау, біреуін ала салайық ше. Ет болмасын кішкене. Мә, уже былай қарасаңыздар 200 теңге кетіп қалды, по-моему, 800 теңге қалды ма? Так, мына жақта қандай арзан бір сухарик бар. Өте бір арзандағым керек маған. Міне 129 теңге мынандай кәбап деген бір хрум алсам 130 теңгеге. Менде мынада 130, 190, 197, 200 теңге кетті, менде 800 теңге бар. 200 теңге 3 сат алып алдым уже. Қазір бір арзан солға аламын, сума сотқа. Мына жақтан бір 135 теңге мынандай Нилай Чомский бір соға аламыз. 335 теңге кетті бізге короче. Арғай жүрміз, 3-4 нәрсе алып алдық. Арғай тағы не бар бізде? Картошка, мотошка, бір-бір штуктан алам қазір. Мына жерден келіп бір штук кәмпит алған енді ят болар ау. Оны итекті алдында мен видеоны істегенбіз. Мына жерде бір тәттілердің әдейіне кетті, адар мармелаттар болу керек негізі бір. Айтып 100 теңгеге табылатын шығар, 100 теңгеге бір табылатын шығар, бір арзан мармелаттарынан. Деймін да, 97 теңгеге чупа-чупс бар екен неқта. Аламыз да? Ала берейік мына. Салдым. Сондай-ақ достар, бізде 4 минут уақыт қалды. 4 минут уақытым бар әлі. Мен 350 теңгеге құрттым деп қояр. Округлитер байта салайын. Мына жерден достар, бір картоп алсайық, чотам. Нөмір қандай мынаған? Нөмір қандай? Нөмір 9 екен. Ой. Мә, 19 теңге бір картошка чотам. 19 теңге бір картошка чотам. Менде 400 теңгедей бар, енді асығып бір шоколад бірдеңке алып алайын. Бір жағынан достар, негізі осы видеоны пайдаланып отырып көреміз. Біздің Қазақстанда дәл қазіргі сәтте, тем более инфляция деймін, нет, барлық қымбаттап отыр ғой. 1000 теңгеге неше зат ала аламыз деген сияқты ғой. Бір жағынан кішігірім эксперимент. Былай қарасаңыздар, аз өте аз. Баяғыда біз
үйдегілер 100 теңге 50 теңге берсе бір магазинге мәз болып тұр 5-6 нәрсе алатын ек қазір бір-ақ нәрсе сатып аласың. Достар, ана жақтан роллтың специя бірдеңелер алып алайын. Менде 2 минут уақыт қалды. Еще 1000 теңгеден асырып алмау керек. Мына шпроттардың отдельно бірдеңе табыла ма екен? 1700 дейді. Минимальный жерде 200-ге көрдім мен. 200 деген негізі болмайды бізге. Қарамай кете берейік та примерно. Және де мен ең жақсы көретін отдельдерінің бірі бұл бізде приправа отдельдері. Бұл жақта хотя бы 50 теңгеге 100 теңге сатып табасың. Осыдан бір 2 ай алдында бір чудоларды 100 теңгеге алушы едік ше. Уже 225 теңге, почти 120%-ға қымбаттаған тауар. Так, мына жерден бір роллтың аласын аламыз. 120 теңгеге арзан екен. Сосын тағы асығамыз енді. Тағы не алсақ болады? Нан алсайық. Нансыз тағы бірдеңе алсайық. Қамыр қопсытқыш дейді 53 теңге. Дрож деген сөз ғой енді былайша айтқанда. Тұздар. Тұз қанша отыр бізде? 69-65 теңге дейді. 69 дейді. Қайсы 69 мынау бізде? Барский продукт тұз йотталған. Барский деген қайсысын алып қойдым я? Тұздар бізде 65 теңге екен. Тұз алайық. Достар, мына жақта бір арзан нәрсе бар шығар, сода, пода дейді. Так, срезка балаларын көз жүгіріп шығайын. Және 58 теңгеден мына жерде мынандай бар е? Или мынау ма? Ема, қайсысы? Мынаны алсайын жай. Арзан сияқты. Жоқ ей. Қымбат сияқты ма? Мынаны алсақ жай. Жоқ, міне ванилин дейді 61 теңге. Осыны алсам. Так, енді біз алып тоқташ, уақыт бізде. Вообще достар 30 секунд қалыпты. Кәдімгідей өтіп кете салды, міне уақыт. Короче, барлық өтемі осы. Қиын достар негізі, қиын. Десек те біріндейден бір чуадан алып кетесің айтшы. Хоп, аштық. Біреуін алдық, салдық, короче. Так, достар, бізде қанша уақыт қалды? Менде 25 секунд уақыт қалды. Так, 25 секундта мен не алып жүргерем? Резко бірінге алып жүргерек. Резко. Бірінге 4, 5, 6. 6 сатын бар. 188 гана біреуін аласайық. 15 секунд уақыт қалды. 15 секунд уақытта мен бір сұрық алып алам. Уақыт бітті. Достар, барлығы әділ болсын. Уақыт бітті. Мен сұрық алып үлгерем ба деп ойлап едім. Міне 7 минут жаңа уақытым бітті. Дауыс шықты. Все, қазір Мадияр Пернебай, Мадияр ағаны тауып, екеуміз шешеміз. Кімде көбірек. Мен заттарым көрме. Анақтаға есептесеміз. Что там? Қандай болды? Неше болдың? Үлгердің ба? Үлгердің ба? Отағын қол керек. Конкретно ма? Жігет кассада есептесіп көрейік. Кеттік. Давай. Так, достар, бізде, короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 екен. 7 сат бар екен. Так, достар, менде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 зат. Тоже бірдей Мадияр ағамен. Так, достар, менің 7 затым 873 теңге болды. По идее, тағы да бір 2 сат алуға болады екен ғой негізі. Достар, менде 7 зат 528 теңге тоже заттар алуға болушы еді. Жайдан не істейді, мейлі. Жалпы айтқанда, достар, негізі екеумізде 7 заттан, бірақ менде 801 теңге, ал Бекада 501 теңге. Бұл жерден екеумізде бірдей зат болса да, Беканікі арзан шығып тұр. Сол себептен, походу, бүгінгі видеоның жеңімпазы Бека деп ойлаймын мен. Жалпы тосын. Екеуміз конкретно кім көп зат алды деп келістік қой. Ол мен өзім кінәлім 500 болдыққан. Достық жүйін конкретно. Сіз 7 зат, мен 7 зат. Конкретно ма? Конкретно. Әркім өз затын алып кетеді. Өз затыңыз өзіңізге, маған өзімдікі. Все. Конкретно. Болды? Честно. Ертең жылап жүріп видео өшіргеннен кейін андай айтуға болмайды. Короче, достар, өздеріңіз куәсіздер. Бека бұл жерде жеңімпаз өзім мойындамай жатыр. Десек те онда достық жеңді онда. Бүгінгі видео неше? Екеумізде де 7 зат. Бірақ мен қымбаттау қалды сәл. Ай. В общем-то, достар, осымен біздің видео аяқталады. Ұнасарымен лайктаймай болсаңыз, артына жазыламыз, комментария керемет пікірлерді қалдырып кетеміз. Сізге ұнады ма? Жалпы. Тема былай, бірақ уақыт қысқа қалды. Соныңызбен қызық болды ғой. Қандай қалды сәл ғой. Жардан, достар, давайте. Аман сау болыңыздар. Қош болыңыздар.